Айткали Маймушев, Леха Маймыш, Леха Семипалатинский, Титаник. ТМД мен Қазақстан аумағындағы ең ықпалды авторитеттердің бірі. Оның заңды жолмен де, қылмыстық жолмен де тауып отырған бірнеше миллиондық табыстық көзі бар. Орган қызметкерлерінің айтуынша, Леха Маймыш Қазақстан, Сібір және Ресейдің Орал аймағы арқылы тасымалданатын есірткі трафик жүйесінің авторы көрінеді. Бұдан өзге, ол Қытайға темір өткізіп, ол жақтан спирт әкелуді де жақсы жолға қойған. Көмір, мұнай және алтын өндіру саласына да ерекше қызығушылық танытып жүреді. Бір сөзбен айтқанда, қылмыс әлемдегі мүйізі қарағайдай олигархтардың бірі. Алайда ол қылмыскерлердің түсінігімен өмір сүріп, өзінің қылмыстық тобын басқарады. Бандиттік мәселелерді реттеп, белгілі бір аймақтарды қадағалайтын серкелерді сайлайды. Криминалды орта үшін ақша жинап, түрмеде отырғандарға жәрдемақы жөнелтіп отырады. Әлеуметтік желідегі әңгімелерге көз тіксек, Айтқали балалық шағын балалар үйінде өткізіп, сол жерде Леха Маймыш деген лақап атқа ие болған. Сосын бұзақылық үшін сотталып, жасөспірімдер колониясында отырып шыққан. Одан кейін қару-жарақ сақтау, қамау орнынан қашу, бопсалау секілді түрлі қылмыстық әрекеттермен 20 жыл уақытын сарп еткен. Кейінірек пайда болған Титаник деген лақап аты оның илікпейтін мінезі мен берілмейтін мінезі үшін берілген. Сол үшін де қылмыстық әлемде заңдағы ұры ретінде марапатталған деп айтылады. Бірақ бұл ақпаратты органның барлық қызметкерлері жоққа шығарады. Құқық қорғау қызметінің мұндай пікірі бола тұра, қылмыс әлемінің бүкіл серкесі Маймыштың 1997 жылы авторитет Худо Гасанянның қолдауымен Мәскеуде заңдағы ұры болып тағайындалғаны жоққа шығармайды. Бұған себеп интернет көздерінде Айтқалидың Сібір, Татарстан, Өзбекстан, Санкт-Петербург қалаларының авторитеттермен тығыз байланыста екендігі жөнінде ақпараттардың болуынан шығар. Төмендегі суретте осы ойымызды қуаттайтын мысал ретінде біздің кейіпкеріміздің Ресей және Өзбекстан мемлекеттерінің авторитеттермен түскен суреті дәлел болғандай. Бұл фотосуреттер мен мәліметтерді көршілес елдің арнайы қызметі тектен-текке әлеуметтік желі бетіне шығарып отырған жоқ. Шамалауымша қазіргі кезде қылмыстық жолмен жиған байлығы мен жолға қойған бизнесін заңдастырып алып, байыпты бизнесменге айналған түр көрсетеді. Сондықтан қылмыс әлемінің серкелерінен отандық бизнес пен аймақтық саяси тектерді қорғауға мән беруіміз керек сияқты. Кей деректерге иек артсақ, соңғы жылдары Маймыш үшін оңайға соққан іспетті. 2018-дің сәуірінде ол есірткі тасымалы жөнінде маңызды мәселені шешу үшін Молдоваға барады. Алайда жергілікті полиция оның келгенін біліп, Айтқали Маймушев түскен қонақ үйде үлкен тексеріс жүргізген. Әрине, ешқандай күдікті зат табылмаған. Есесіне сот үкіметіне 15 жылға дейін Молдовадан жеріне кіре алмайтындай етіп үкім шығарып, Леха Маймышты елден шығарып жіберген. 2017 жылда Титаниктің өмірінде тағы бір үлкен есті қаралықтай жайт болған еді. Ол оқиға Украинада болды. Украина ішкі істер министрлігі коммуникация департаментінің басшысы Артем Шевченко өзінің Facebook парақшасында Айтқали Маймушевке орган қызметкерлері қойған «Сіз заңдағы ұрысыз ба?» деген сұраққа оның ұры ол адамның есімі деген бейне жазбасын жариялап, бүкіл ТМД деңгейінде ол жайлы ақпарат паш етті. Мына фейсболка киіп қара көзілдірік таққан, арқасына жала сөмке асып алған, арықша келген ағай еліміздің көрікті жерлерін тамашалап, ұлттық асханамызға тамсану үшін қыдырып келген турист емес. Шынтуайтында ол шетелдік Қазақстан азаматы. Өз айтқандай турист, бірақ ол қылмыскер турист. Бандит әлемдегі авторитет және заңдағы ұры ретінде түрмедегі екі иығында жұлдыздың суретіне салдырған қылмыскер Леха Семипалатинский деген лақап аты бар Айтқали Маймушев деп жазды Шевченко. Әрине, мұндай халықаралық айыптаудан кейін біздің құқық қорғау органдары да мүлігіп отырған жоқ. Маймыштың артынан майшамалып түсіп, әр басқан қадамын аңдып отыр десе де болады. Алайда кәнігі Титаник ізгешушілерден бұрын қимылдап, шетел асып, сағалай қашып, өзі жайлы әңгіме айтып, артынан аңду сирегенше
сырт мемлекеттерді паналап жүрді. Қанша жерден қылмысын жасырып таза көрінуге тырысқанымен 2000 жылдың бас кезінде еліміздің бірнеше түрмесіндегі жаппай бас көтерулерді Маймыш ұйымдастырды деген нақты айыптау әлі де күшін жойған жоқ. Кейінгі кезде Леха Маймыш не Павлодарда тұрады, немесе сол жақтағы өзінің бизнес жобаларын тексеріп кету үшін жиі келеді деген ақпарат бар. Заңды бизнес қана болса жақсы ғой, есірткі тасымалы мен саудасында қадағалап кетіп кетеме деген күдік бар. Мендегі деректер мен ақпараттарға иек артсам, Павлодар қазіргі таңдағы Ресей арқылы Европаға жеткізілетін синтетикалық есірткілерді алып өтетін бекет ретінде және Павлодар арқылы сыртқа қоспасыз апиын мен марихуана шығатын қақпа ретінде қызмет етіп тұр. Өйткені Ертіс бойындағы осы қала оңтүстігінде Семей, шығыс Қазақстан, одан әрі Алматы, солтүстігінде Новосібір, Омбы мен Барнаул сияқты олардан сәл әрірек 500 шақырымдай батыс жаққа қарай үлкен сұраныс табылатын Астана тұрғандықтан бұл маршрут өте ыңғайлы. Тіпті Павлодарда есірткі бизнесінің жақсы дамығанын қадағалап отыратын мажорлар дейтін аталатын қылмыстық топ бар. Елдің айтуынша бұл қылмыстық топ жергілікті элитаның балалары көрінеді. Естуімізше ол бір кездері облысты басқарған, әлі де билік мінберінен түсе қоймаған бір дөкейдің жиенін есірткінің ауыр түріне отырғызды деседі. Айта кетсек, Айтқали Маймышевтың атында ресми түрде еш нәрсе тіркелмеген. Ол өзінің жиған тергенін ел көзінен тысқары кісі білмейтін жерде ұстап отыр. Қазіргі таңда құқық қорғаушылар оның қанша байлығы барын білер алар емес. Біз білетін батпайтын Титаник өзіне тиесілі түрме мерзімдерінің бәрін өтеп тастап, қазір айтулы авторитет ретінде ел қатарлы өмір сүріп жатыр. Бір сөзбен айтқанда, Маймыштың бүкіл өмірі күрес. Соған қарамастан ол батпауы керек. Бәріңізге амандық болсын, қазақ елі.